Сәлем достар, Асылжан асханасына қош келдіңіздер. Бүгін жұлдыз құрт тоқаштарын дайындаймыз. Алдымен жол сүтке ашытқы, сұйық май, қант, тұз, жұмыртқа барлығын салып жақсылап араластырамыз. Үстіне ұнды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болған соң 1,5-2 сағатқа бетін жауып жылы жерге қоямыз. Дайын болған қамыр көлемі жағынан 2 есе ұлғаюы тиіс. Енді қамырымызды 8-10 бөлікке бөліп, оқтаудың көмегімен домалақ етіп жаямыз. Қамырдың ішіне шұжықтарды салып, екі шетін біріктіреміз. Енді қамырды 7 бірдей бөлікке кесіп, видеодағыдай екі жаққа бөлеміз. Жұлдыз құрттарымыздың үстіне кетчупты жағып, 180 градус қызып тұрған пешке 15 минутқа жібереміз. Минуттан соң үстіне ірімшік салып, тағы да пеште 10 минут ұстаймыз. Осымен біздің жұлдыз құрт тоқаштарымыз дайын. Тоқаш өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.